Қайырлы күн баршаңызға, құрметті YouTube оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, қып-қызыл етіп балық қуыратын боламыз. Ең алдымен сіздерге ұнайтын кез келген балық түрін алсаңыздар болады. Сыртындағы қабыршақтарын жақсылап тазалап, жуып, ішінде керек емес жерлерін алып тастаймыз. Және де қуыруға ыңғайлы етіп бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Менде балықтың көлемі ірі болғандықтан табаға сыйымды етіп, екіге бөліп, ортасынан дәл осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Тұзы жақсы сіңу үшін осы кесілген бөлік балықтарымыздың орталарынан майда тіліктеп бөліп алғандарыңыз дұрыс. Енді осы балықтарымызды жақсылап тұздап шығамыз. Балыққа негізгі дәм беретін осы тұзы болғандықтан, тұзды кем қылмай, немесе артық тұздап жібермей, жақсылап тұздап аламыз. Енді осы балығымызды жақсылап араластырып, тұзы жақсы сіңу үшін кем дегенде жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы аралықта балық қуыру барысында сіздерге осы ерекше қызанақ соусын пайдалану әдісін ұсына кетейін. Алдымен блендермен немесе ет тартқыштан майдалап алынған қызанағымызға 3-4 тіс чесногымызды және укропымызды қосып араластырып дайындап аламыз. Енді балық қуыруға кірсек, мен көбінесе осылай ұнға аунату арқылы балығымызды қуырамыз. Кейбіреулер осы арнайы кілер дайындап, кілерге батыру арқылы қуырады. Алдын ала қыздырылып майға, қызып тұрған майға балығымызды ұнға аунатып, осылай біртіндеп салып, орташа отта қойып жақсылап пісіреміз. Келесі беті қызарған кезде ауыстырып, арғы бетінде дәл осындай қытырлақ қызарғанға дейін жақсылап қуырып аламыз. Арасында піскен балықтың тұзын қоюларыңызға болады. Егер тым қатты тұзды болса, суға кішкене шайып жіберуді, ал кем болса, шамалы тұз себілеуді ұмытпаңыздар. Енді осы қып-қызыл қуырылған балығымызды ыстық майдан ала салысымен осы қызанақ соусымызға салып қоямыз. Кем дегенде бір 5-10 минут тұрғаны жақсы. Дәмі бойына сіңіп, керемет дәм береді. Ал балықтың қалған бөліктерінде дәл осылай майға қып-қызыл қуырып алдық, бірақ қызанақ соусына салмадым. Сонымен қатар балығымызды жеуге 1 немесе 2 бас пиязымыз ұсақтап турап, 9% сірке суын аздап қосып, шамалы тұз қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Пияздың бойындағы ащысы кетіп, керемет болып тұрады. Сіздерде осылай дайындап алыңыздар. Балықты ыстық күйінде дастарханға тартамыз. Міне менде 2 түрлі балық, біреуі қызанақ соусына батырылған, екіншісі құрғақтай қып-қызыл болып қуырылған балықтың түрі. Видеода балық қуыру әдісі сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар және комментарий бөлімінде өздеріңіздің балық қуыру әдісімен бөлісе отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айнагүл.